Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайидина расулиллах, ва алихи ва сахбихи ва ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаға мақтау пайғамбарымызға салаваттар болсын. Алла субхану ва таала баршамыздың құлшылығымызды қабыл етіп, сауабын еселеп берген болсын. Имам Бухари мен Муслимнің ұстазы Убайдулла әл-Қауарири былай дейді: мен құпта намазын жамағатпен оқуды ешқашан өткізбес едім. Бірақ бір күні түнде маған қонақ келіп, қонақ күтумен әлек болып, құптанды жамағатпен оқуды өткізіп алдым. Кейіннен Бағдаттың мешіттеріне намаз оқуға шықсам, адамдардың бәрі намаз оқып, үйлеріне қайтып, есікті жауып кеткен екен. Мен де үйге қайттым. Кейіннен ішімнен хадисте жамағатпен оқыған намаздың сауабы жеке оқыған намаздың сауабынан 27 есе артық дедім де, құптанды 27 рет оқып алдым. Кейіннен ұйықтап түсімде мына нәрсені көрдім. Біз бір топ адаммен ат жарысып жатқан екенбіз. Мен оларға атымды қамшылап ешқашан жете алмай, ілесе алмай жатыр екем. Сонда олардың біреуі маған кері қайырылып: сен атыңды қамшылап босқа әуре болма, бәрі бізге жете алмайсың дейді. Мен неге дегенімде, өткені біз құптанды жамағатпен оқыдық, ал сен жалғыз оқыдың деген екен. Ұйқымнан шошынып оянып, бұл ісіме қатты өкіндім дейді. Жамағатпен намаз оқу арқылы адамдар бір-бірін танып, өзара қарым-қатынастары әрі бір-біріне деген бауырмашылықтары артады. Сондай-ақ 27 есе сауапқа ие болады. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім 40 күн қатарынан алғашқы тәкбірге ілесіп, намазды жамағатпен әрі ықыласпен оқитын болса, 2 сыйға кенеледі. Бірі тозақ отынан босатылады, екіншісі 200-лік сипаттан арылады деген. Сондықтан да әрқашан жамағатпен намаз оқуға ұмтылайық. Алла субхану ва таала баршамыздың күнәларымызды жарылқап, салихалы құлдардан еткен болсын. Ва саллаллаху таала аля хулқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.